Сәлеметсіздер ме? Біз енді бүгін қан ауруларының, яғни қанға қатысты аурулардың психосоматикасын айтайық. Бұл, яғни қазақта айтылады, қаныңмен келген тектілік деген сияқты, қан мен ол сенің қаның деген сияқты, не үшін ол осылай айтылғанын білесіз бе? Қан деген, қазақ деген психолог қой, бұл қан деген атты бекер қоймаған екен. Бізде енді бізде қан деген адамның қуанышты білдіреді екен. Сіздің өміріңізден қуаныш кетсе, сізде қанға қатысты проблемалар, мәселелер туындай бастайды екен. Яғни сіздің қаныңдарыңызбен қарым-қатынасыңыз дұрыс болмаған жағдайда, қандастарыңызбен, яғни әртүрлі өзің туған туыстарыңызға қатты ренжу, әпеке сіңілістер болса да бір өз қандарына ренжу, туған туыс, күйеуіңіздің туған туыстары болса да өзіңіздің туған туыстарыңыздың қаны ғой енді. Соларға ренжу, соларды қабылдамау, соларға ұзақ уақыт ашулы болу, міне бұл біздегі қанға қатысты ауруларды тудырады екен. Сол үшін қазақ бекер айтпаған екен, сен қандас, қаныңмен келген деген сияқты. Сол үшін сізде қанға қатысты аурулар болса, мейлі әйел кісілердің мысалы етекірге қатысты жағдайлар болсын, ода қанмен қатысты ғой. Ода сіздің қаныңызда айтып тұр ғой, сізде қуаныш кетті деп тұр да, сізде көп өкпе ренішті қойыңыз, сіз өзіңізге назар аударыңыз, барлық адамды қабылдаңыз дейді да. Дәл сол сияқты сізге де мысалы қан басымдарыңыз жоғары, төмен, әртүрлі жағдай болғанда солай қабылдап үйреніңіз қандастарыңды дейді. Өкпе ренішіңді қой. Ауру белгі дейді ғой, бәрі сізге белгі да, қабылдап үйреніңіз. Мен үнемі өз шешемде айтады маған, сен үйленіп алғаннан кейін басқаларға қалай жағасың? Сол басқаларға жылы мейіріңмен, жылы жүзіңмен, өзің тамаққа шақырып, ас беріп, үйде солай жағасың. Бетте істері болса керек көмектескен шын пейіліңмен жағасың, солай жағасың, солай елдер сені қабылдайды дейді. Келін болып алғаннан кейін көп адам біз қыз кезіміздегіні ойлаймыз да, қыз кезімізде барлық туған туыс өзімізге үйіріліп қана біз қабылдайды ғой. Біз үшін қызмет етіп береді, бізді еркелетеді, барлығы солай, біз еркін. Бірақ келін болып келген кезде көп нәрсе өзгереді. Ол кезде бізде болып қалады екен көп нәрсенің берекесі, әрбір туыстарының арасының қарым-қатынасты желестіру болсын, өзіңнің күйеуіңмен. Сен о жақта үйренбеген сол кезде өзіңе еңбек етуіңе керек болып қалады екен. Сол үшін барлық қарым-қатынасты дұрыстау үшін бізде солардың арасында қарым-қатынасты дұрыстау үшін біз сондай тамағымызбен үйге қонағымызды көп шақырып, сол кісілерді көп енді сыйластығымызды білдіріп, көп жылы сөздерімізді айтып тұрып, қолымыздан келгенше көмегімізді беріп, солай істеуіміз керек екен. Әрине көп келіндерге мысалы өз басым болса да оңай шаруа болмайды. Бастапқысы елеміз ғой. Көп жағдайда біз қазіргі жастарда иілгісі келмейді ғой әрбір адамға. Бірақ қазақтағы сәлем жасаудың өзінің өте бір құндылығы бар екен. Басында біз сәлем жасағанымызда келмейді ғой. Сондай болмай-ақ қойса екен дейміз да. Бізде керемет жақсы, иіліп тұрғаннан көр иілмей жүре салған қандай жақсы деп. Иілсек бол бірдеме бізді түсіріп тұрған сияқты сезінеді да. Бірақ иілгеннің өзі ол ар жағындағы құндылығы ол бір денсаулықпен өте бір қатысты болады екен. Әйел адамға өте маңызды екен ол. Қазір есімде келмей тұр, тек сонысы қалыпты. Сол үшін иіліп тұрсаң ешқандай зиян емес екенін сезініп жатырмын. Әрине тәкаппарлығымызды ұстап кетеді, кейде эгоистік дейді ғой, біраз нелерімізді ұстап қалады. Ол әрбір адамда бар нәрсе ғой. Бірақ ақырындап тәрбиелеуіміз керек өмірде соны. Өзімде ақырындап тәрбиелеп келе жатырмын. Сіздерге де күшті болсын деп ойлаймын барлығы. Сол үшін қандарыңызға ренжімеңіздер.
барлық нәрсе сіздерге керемет болсын. Егер де ұнаса мазмұн, жүрек беріңіздер, гуанчжоу қылып алыңыздар, қолдап қуаттап тұрыңыздар. Рахмет сіздерге.